бүгін мынау бізде өт тазалау процедурасына келген Күнкияш апай. Бұл кісі давлениесі көтеріліп, жүрегі айнып келген. Қазір осы давлениесі 200-ге дейін көтеріледі. Қанша кардиологтың дәрілердің бәрін ішкеннің өзінде бұл толық түспей, жүрегі айнып, лоқсып, запыран тастап сөйтіп келді. Бұл кісі бізден 3 күн өт тазалау процедурасына өтті. Енді 3 күннен кейін қазір өте жақсы болып қалды. Дәрісіз давлениесі түсіп, біраз жағдайы жақсарып қалды. Қазір енді бұл кісі өзі айтып кетеді. Жаңа докторға айтқанымдай бәрі 160-180-ге жүретін едім, қазір енді түсті давление. Басқа тағы жүрек айну, лоқсу. Жоқ, ондай жоқ. Ашқазан ұшылдауы да қойды қазір. Осыны алғалы. Кеше байқадық оны, кеше демалыс күні барып демалдық қой. Иә, сол кезде. Содан байқалды. Байқалды, иә, жақсы болып қалды. Ашылғаны бәрі қойды. Иә. Қап-қара болып түтігіп келдіңіз ғой, басқа келген кезде көзіңізді ашылмай бүйтіп келдіңіз. Қазір жақсы жағдай. Ем болсын сізге. Бұл кісі 3 күн өт тазалаудан өтті. Енді ары қарай тағы да біз жалғастырып, бауырға восстановление жасауға система, сосын таблеткаларын, өттің жүруін жақсартатын таблеткаларын беріп отырмыз. Ары қарай емін жалғастырады.